Саламатсыздар ма балалар? Менің каналыма тіркеліп қоямыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Сабақ ұнаса комментарийға жазуды ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу, ғажайыптар еліне саяхат, 98-ші сабақ. Алдымен бірінші есіңе түсір. Бірінші, бұл заттардың қиял ғажайып ертегі кейіпкерлермен қандай байланысы бар? Яғни мына жерде қанаттың, еттіктің және көзілдіріктің суреті берілген. Олай болса, бұл заттар сиқырлы көзілдірік, сиқырлы етік және сиқырлы қанат. Бұлар қиял ғажайып ертегілерінде көп кездеседі. Екінші, дәлелде. Екінші, фантастикалық шығармалардағы кейіпкердің ерекшелігін ата. Үшінші, бір фантастикалық кейіпкердің іс-әрекетін арқылы дәлелде. Екінші кейіпкердің ерекшеліктері: олар өмірде болмаған, оларды ойдан, қиялмен ойлап табады. Ал үшінші фантастикалық кейіпкер: олар адам балық, су астында өмір сүретін адам және ұшатын адам. Түсініп оқы. Айға алғашқы сапар. Түркияда тамыры топыраққа тисе болды, сонау зеңгір көкке дейін өрмелеп, тез өсетін бақша өсімдігі бар еді. Бұл түрік бұршағы. Сол бұршақты тауып алып, дереу топыраққа тамырын тигізіп едім, көз алдымда қаулап алды да кетті. Әлгі өлермен өсімдік өршелене зымырап өсті де бір күні тура айға жетті. «Ура!» деп айғай салдым да әлгімен өрмелеп көкке шыға бастадым. Айға барған соң балтамды оңайлықпен таба алмадым. Айда балта да күміс түстес. Күміс үстінде жатқан күміс көріне қоймайды екен. Тентіреп жүріп әйтеуір балтамды шіріген сабанның үстінен тауып алдым. Балтаны дереу белбеуіме қыстыра салып жерге түспекші болдым. Бұршақтың сабағын күн күйдіріп жіберсе керек, қолым тигенде қаудырап шашылып түсті. Есім шыққаны сонша еңіреп жылап жібере жаздадым. Не істеу керек, не айла бар? Жерге кетпей айда қалып қойғаным ба? Қалайша мен өмір бақи адыра қалған айда қалып қоймақпын? Жоқ, ол болмас. Жерге жету керек. Әлгі шіріген сабаннан арқан еспек болдым. Бұ не деген қырсық десеңші? Ескен арқаным онша ұзын болмады. Қысқа да болса сол арқанмен ептеп жерге түсе бастадым. Бір қолымда балта, бір қолыммен сырғып түсіп келемін. Бір кезде арқан таусылды да мен жер мен көктің арасында салбырап тұрдым да қалдым. Кейіпкер не ойлап табуы мүмкін? Жүрегім тас төбеме шықты, бірақ өпкем былқ еткен жоқ. Арқанның төменгі ұшынан мықтап ұстап тұрып, балтамен арқанның бас жағынан кесіп алдым. Сосын арқанның бас жағын өзім мықтап ұстап тұрған аяқ жағына байладым. Осылай жерге түсуге амал таптым. Алайда жерге дейін ит өлген жер еді. Ертеден қара кешке дейін арқанның басын кесіп алып, аяғына жалғаумен күн өтті. Өлдім талдым дегенде қаланың үйлері көрінетін тұсқа жеттім-ау. Жерге дейін шамасы 4-5 шақырымдай ақ қалған болу керек. Бір кезде өлді деген осы. Арқаным бырт етіп үзілді де кетті. Соншама екпін, соншама салмақпен гүрс ете түскенімде жерге жарты шақырып кіріп кетіппін. Есімді жисам терең шұңқырда жатырмын. Ал енді бұл зынданнан қалай шығу керек? Күн ұзақ дәм татпай қалай шығудың жолын ойладым. Оны да таптым. Тырнағыммен шұқылап отырып, текше жасадым да сол текшемен жүгіріп жер бетіне шықтым. Бұл Менхаузен көкең өлмейді. Бұл әңгімеде өлермен өсімдік ол ештеңеге қарамай өсе беретін өсімдік деген мағынаны білдіреді. Былқ етпеу деген сөз қорқып сасқалақтамау деген мағынаны білдірсе, адыра қалған деген сөз иесіз құлазып жатқан жер. Ит өлген жер тым қашық, алыс жер деген мағынаны білдіреді. Оқиғаның ең күлдіргі жері қайсысы? Яғни 5-ші сұрақ. Және оқиғаның ең қорқынышты сәттері қай бөлігінде? Оның ең күлдіргі жері жаңағы өсімдік өсіп айға жеткен кезде қатты «ура» деп айғайлап қуанып кетеді. Ал қорқынышты жері айда тұрған кезінде сабан күнге күйіп шіріп кеткен кезде жаңағы жерге түсуге қорқып, енді айда қалып кетем бе деп қорқып, жүрегі ұшып кетеді. Сол қорқынышты сәті талда. 6-шы, қиын жағдайға тап болған кейіпкерден
өзіңе қандай үлгі алар едің, яғни оның кейіпкердің тапқырлығы. Және 7-ші, жазушыға қандай сұрақ қояр едің? Жазушыға осы қиял ғажайып әңгімелерді қайдан ойлап таптың деп сұрақ қояр едім. 7-ші, құра. Мұғалімнің көмегімен сипаттап жаз. Ит өлген жер. Бұл алыс жер деген мағынаны білдіреді. Зындан, үңгір деген мағынаны білдіреді. Қорытындыла. 9-шы, жазушының шығармасынан саған не ұнады? 9-шы, қорытындыла. Жазушының шығармасынан саған не ұнады? Яғни қиялы, кейіпкері, тілі, оқиғасы. Маған ол жазушының қиялы ұнады. Мәтінге суреттер топтамасын дайындаңдар.